Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 52-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Бірінші есеп, ауызша есепте әр бағандағы өрнектердің мәнінің қосындысын тап. Сонда сен суретте бейнеленген қазақ жазушылары мен ағартушыларының аты жөнін білетін боласың. Бірінші, Мағжан Жұмабаевтың суреті қай сурет екендігін анықтайық. Олай болса, 241-ді 2000-ға көбейтеміз, 482 мың болады. Одан кейін 96.300-ді 300-ге бөлу керек, 321 болады. Және одан кейін 560 мыңды 80-ге бөлеміз, 7 мың болады. Одан кейін 72 мыңды 8 мыңға бөлеміз, 9 болады. Енді осы шыққан жауаптарды бір-біріне қосатын болсақ, 489.330 болады. Олай болса, Мағжан Жұмабаевтың суреті 489.330 деген жауаптағы үшінші сурет екен. Олай болса, екінші бағанға қараңыздар, Шәкәрім Құдайбердиевтің суреті бұл 916 мың деген жауапқа байланысты төртінші сурет екен. Одан кейін Сәкен Сейфуллиннің суреті бұл 414.500 деген жауапқа байланысты екінші сурет екен. Ал Ахмет Байтұрсынұлының суреті бұл 797.080 деген жауапқа байланысты бірінші сурет екен. Енді екінші есеп 29.900-ді 460-қа бөлу керек. Соңындағы 1-1-0-ден қысқартамыз. Сонда 2990-ды 46-ға бөлеміз. Бірінші 299-дан қайырамыз. Сонда 299-ды толықтыру үшін 46-ға 6-дан беремін. 46-ны 6-ға көбейтсем 276 болады. 299-дан 276-ны азайтсақ 23 қалады. Және жоғарыдағы 0-ды түсіремін, сонда 230 болады. Енді 230-ды толықтыру үшін 46-ға 5-тен беремін. 46-ны 5-ке көбейтсем 230 болады. 230-дан 230-ды азайтсам 0 болады. Сонда есептің жауабы 65 болады. Енді 155 мыңды 6200-ге бөлу керек, соңындағы 2 нөлдерді қысқартамыз. Сонда 1550-ді 62-ге бөлеміз. Бірінші 155-тен қайырамыз. 155-ге жақындау үшін 62-ге 2-ден беремін. 62-ні 2-ге көбейтсем 124 болады. 155-тен 124-ті азайтамын, сонда 31 болады. Соңындағы 0-ды түсіремін, сонда 310 болады. Енді 310-ды толықтыру үшін 62-ге 5-тен беремін. 62-ні 5-ке көбейтсем 310 болады. 310-нан 310-ды азайтсам 0 болады. Сонда есептің жауабы 25 болады. Енді екінші есебі жазбаша есепте және түсіндір. 27200-ді 320-ға бөлу керек. Бірінші соңындағы 1-1-0-ден қысқартамын. Сонда 2720-ны 32-ге бөлу керек. Сонда 85 болады. Келесі 17920-ны 280-ге бөлу керек. 1-1-0-нен қысқартамын. Сонда 1792-ні 28-ге бөлу керек. 64 болады. Одан кейін 22400-ді 640-қа бөлу керек. 1-1-0-нен қысқартамын. Сонда 2240-ті 64-ге бөлу керек. Сонда 35 болады. 16720-ны 440-қа бөлу керек. 1-1-0-нен қысқартатын болсам, 1672-ні 44-ке бөлу керек. Сонда 38 болады. Одан кейін 132500-ді 5300-ге бөлу керек. 2-0-нен қысқартамын. Сонда 1325-ті 53-ке бөлу керек. 25 болады. Одан кейін 252 мыңды 7200-ге бөлу керек. 2-0-нен қысқартамын. Сонда 2520-ны 72-ге бөлу керек. 35 болады. Енді үшінші есептеп дұрыстығын тексер. 14880-ді 620-ға бөлсек 24 болады.
Оны тексеру үшін 24-ті 620-ға көбейтеміз. Сонда бастапқы 14880 болады. Келесі 986 мыңды 5800-ге бөлу керек, сонда 170 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. Келесі 178600-ді 470-ге бөлу керек, сонда 380 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. 285600-ді 3400-ге бөлсек, 84 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. 9407-ні 23-ке бөлсек, 409 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. 9684-ті 12-ге бөлсек, 807 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. Енді төртінші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде 13540-қа 4700-ді қосып аламыз. Сонда 18240 болады. Енді 18240-ты 540-қа бөлу керек. Сонда x 32-ге тең болады. Енді осы 32-ні x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда теңдеудің екі жағы да 13540 тең болады 13540-қа. Енді екінші теңдеуде бірінші 10200-ді 120-ға бөліп аламыз. Сонда 85 болады. Енді x-ті анықтау үшін 17050-ден 85-ті азайтамыз. Сонда 16965 болады. Оны x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда теңдеудің екі жағы да 10200 тең болады 10200-ге. Енді бесінші есеп. Есепті диаграммадағы берілген мәліметтермен толықтыр және шығар. Отбасында 3 бала бар. Анасының жасы барлық баласының жастарының қосындысынан 5 жас артық. Әкесінің жасы Арман мен Бауыржанның жасының қосындысынан 3 есе артық. Кімнің жасы үлкен, әкесінің бе, әлде анасының ба? Қанша жас үлкен? Диаграммаға қараңыздар. Бауыржанның жасы 5 жаста, ал Арманның жасы 10 жаста. Ерланның жасы 18 жаста. Олардың жастарын қосқанда анасының жасы 5 жасқа артық. Бірінші, балаларының жасын қосайық. Сонда балаларының жастарын қосқанда 33 жас болады. Сонда анасының жасы осы 33 жастан 5 жасқа артық. Сонда 33-ке 5-ті қосамыз, анасы 38 жаста екен. Енді Бауыржан мен Арманның жасын қосайық. Сонда 5-ке 10 жасты қосамыз, 15 жас. Әкесі осы 15 жастан 3 есе артық. Сонда 15-ті 3-ке көбейтеміз, әкесі 45 жаста екен. Енді қанша жасқа үлкен екендігін анықтау үшін әкесінің жасынан анасының жасын азайту керек. Сонда әкесі үлкен 7 жасқа үлкен болады. Енді алтыншы есеп. Жазбаша есепте және тексер. 440-ты 440-қа көбейту керек, сонда 193600 болады. Оны тексеретін болсақ, 193600-ді 440-қа бөлу керек, сонда бастапқы 440 шығады. Одан кейін 2768-ді 80-ге көбейтетін болсақ, 221440 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы 2768 шығады. 54180-ді 35-ке бөлсек, 1548 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы 54180 шығады. 37800-ді 60-қа бөлсек, 630 болады. Оны тексеретін болсақ, 37800 болады. 606-ны 660-қа көбейтсек, 399960 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы 606 шығады. 9876-ны 32-ге көбейтсек, 316032 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. Енді жетінші ай есебі. Есептеп бос орындарды толтыр. Бұл жерде А-ның мәндері және В-ның мәндері беріліп тұр. Ең алдымен А-ға В-ны көбейту керек. Және де А-ны В-ға бөлу керек. Ең бірінші 9045-ті 15-ке көбейтейік.
Сонда 135.675 болады. Олай болса, сұрақ белгінің орнында 135.675 тұрады. Енді 9045-ті 15-ке бөлеміз. Сонда 603 болады. Олай болса, мына жерде 603 тұруы керек. Енді 6936-ны 68-ге көбейтеміз. Көбейткен кезде 471.648 болады. Олай болса жазып қояйық. 471.648. Енді дәл осы сандарды бір-біріне бөлген кезде 102 болады. Олай болса, сұрақ белгінің орнында 102 тұрады. Енді аны анықтау үшін 75-ке 31-ді көбейту керек, сонда 2325 болады. Енді А мен В-ның көбейтіндісін анықтау керек. Сонда 2325-ке 75-ті көбейтеміз, 174375 болады. Сонда мына жерде 174375 тұрады. Енді төртінші есепте аны В-ға көбейту керек. Сонда 7344-ті 34-ке көбейтеміз, 249.696 болады. Сонда 249.696 тұрады. Енді 7344-ті 34-ке бөлеміз. Сонда 216 болады. 216. Енді бесінші есепте В-ны анықтау үшін 525-ті 25-ке бөлу керек. Сонда 21 болады. Олай болса, мында 21 тұрады. Енді А-ға В-ны көбейтейік. Сонда 525-ті 21-ге көбейтсек, 11025 болады. Жауабы 11025. Енді жетінші А есебі, жетінші А есебіндегі кестедегі сандық мәліметтер мен әріпті өрнектерді қолданып есептер құрастыр. Олай болса, бір көліктің жылдамдығын 31 км сағат деп алайық. Ал ол 75 сағат жүрді дейік. Яғни жүк көлігі болсын. Енді ол қандай жолды жүрді анықтау керек. Жүрілген жолды анықтау үшін жылдамдықты уақытқа көбейту керек. Олай болса, жүрілген жолды анықтайық. 31 км сағатты 75 сағатқа көбейтеміз. Сонда жүрілген жолы 2325 км болады. Жауабы 2325 км. Енді 8-ші есеп, есептеу алгоритмін құрастырып, өрнектердің мәнін тап. Ең бірінші 345-ке 543-ті қосу керек. Яғни жақшаны орындаймыз. Сонда 888 болады. Одан кейін тағы да жақшаны орындау керек. Сонда 33672 болады. Үшінші амалда көбейтуді орындаймыз. Сонда 888-ге 23-ті көбейтеміз, 20424 болады. Одан кейін бөлуді орындаймыз. Сонда 33672-ні 23-ке бөлеміз, 1464 болады. Және де ең соңында азайтуды орындау керек. Сонда 20424-тен 1464 азайтамыз, 18960 болады. Өрнектің мәні 18960-қа тең. Енді келесі өрнекте ең алдымен жақшадағы азайтуды орындау керек. Олай болса, 893.709-дан 432.601-ді азайтамыз. Сонда 461.108 болады. Енді екінші амалда осы шыққан саннан 397.690-ды азайтамыз. Сонда 63.418 болады. Осы шыққан санға 12-ні көбейту керек. Сонда 761.016 болады. Және осы шыққан санға 129.001-ді қосу керек. Сонда өрнектің мәні 890.017 болады. Жауабы 890.017.
Енді 9-шы есеп ойлан және жауап бер. 1 грамм, 3 грамм, 9 грамм, 27 грамм, 81 грамм тартатын гіртастар мен табақшалы таразыны пайдаланып 100 грамм күрішті қалай өлшеуге болады? Олай болса, осы гіртастарды пайдаланайық. Ол үшін таразының бір жағына күрішті, бір жағына гіртастарды қою керек. Сонда 100 грамммен тең болады. Олай болса, бірінші тәсілде таразының бір жағына 100 граммдық күрішті қойып, ал оның екінші жағына 81 граммдық бір гіртасты, 9 граммдық 2 гіртасты және 1 граммдық бір гіртасты қойсақ болады. Сонда 81-ге 18 граммды, оған 1 граммды қоссақ, 100 граммдық гіртас пайда болады. Енді екінші тәсілде 27 граммдық 3 гіртасты алсақ болады және 9 граммдық 2 гіртасты алсақ болады. 1 граммдық 1 гіртасты алсақ болады. Сонда 81 граммға 18 граммды, оған 1 граммды қосамыз, сонда гіртастарымыз тағы да 100 грамм болады. Енді үшінші тәсілде 81 граммдық 1 гіртасты, 9 граммдық 1 гіртасты, 3 граммдық 3 гіртасты және 1 граммдық 1 гіртасты алсақ, 81 граммға 9 граммды, оған 9 граммды және 1 граммды қосамыз, сонда гіртастардың барлығы 100 грамм болады. Енді 10-шы есеп, есепте 30.660-ты 420-ға бөлу керек, 1-1-0-нен қысқартамыз, сонда 3066-ны 42-ге бөлсек 73 болады. Келесі 25200-ді 560-қа бөлу керек, 1-1-0-нен қысқартамыз, сонда 2520-ны 56-ға бөлсек 45 болады. Келесі 221130-ды 630-ға бөлу керек, 1-1-0-нен қысқартамыз, сонда 351 болады. Келесі 132300-ді 540-қа бөлсек 1-1-0-нен қысқарады, сонда 13230-ды 54-ке бөлсек 245 болады. 430500-ді 3500-ге бөлу керек, 2 нөлдері қысқарады, сонда 4305-ті 35-ке бөлсек 123 болады. Келесі 993300-ді 4300-ге бөлу керек, 2 нөлден қысқарады, сонда 9933-ті 43-ке бөлсек 231 болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.